Тізбектегі заңдылықтар және логикалық есептердің шығарылу жолдары. Бізде сандар тізбегі дегеніміз сандардың белгілі бір ретпен, заңдылықпен, тәртіппен орналасуы. Сандар тізбегіне байланысты есептер берілгенде бізде арнайы формула болмайды, тек қана логикасына қарап, бізде осы заңдылықтың ретін анықтау арқылы біз шығарамыз. Бірінші мысал, тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан, міне берілген сандар тізбегі, мына жерде белгісіз сан тұр. Онда заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы санды тап. Енді қараймыз. Мұқият бірінші қарап аламыз. 448, 224, 112, яғни тізбек бізде кеміп отыр. Қандай ережеде заңдылықпен кеміп отыр? Қараңыздар, 448-ден 224 алған, яғни 448-ді 2-ге бөлген екен. 448-ді 2-ге бөлсек қанша шығады? 224 шығады. Дұрыс қой? 224-ті де алып 2-ге бөлсек 112 шығады. 112-ні не істеген? 2-ге бөлген 56 шықты. 56-ны да 2-ге бөлген 28 шықты. 28-ді де 2-ге бөлгенде қанша шығады? 14 шығады. 14-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 7 шығады. Сонда жауабы бізде 14 болады. Екінші, егер келесі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасса, y минус x айырмасын табыңыз. Яғни, мына жерде x, y, 2 сан белгісіз болып тұр. Ең алдымен біз заңдылықты анықтап алайық. 4-тен 6 шығу үшін не істеген? 2 қосылған. 6-дан 10 шығу үшін бізге 4 қосамыз. 10-нан 18 болу үшін 8 қосамыз. 18-ден 34 шығу үшін 16 қосамыз. Одан кейін біз не істейміз? Мына жерде келесі сан, мұнда қараңыздар, 2 қосылған, сосын 2-нің квадраты қосылып тұр, 2-ге көбейтіліп отқан 2-ні есептейік. 2-нің 3 дәрежесі, 2-нің 4 дәрежесі, келесі 2-нің 5 дәрежесі қосылған. Немесе біз 16-ны 2-ге көбейтіп 32-ге екенін білеміз, 32 қосу керек. Келесі бізде 2-нің 6 дәрежесі, яғни бұған 64 қосу керек. Осы санға 64 қоссақ, бізде 130 шығу керек. Келесі 2-нің 7 дәрежесі, ол бізде қанша шығу? 128 қосылу керек. Енді қазір шығарайық. Біз айттық, мына 34-ке 18-ге 16 қосқанда 34 шықты, 34-ке 32 қоссақ, бізде мына x шығады дедік. X тен болады 34-ке қосамыз 32-ні, тен болады екен 66. Демек, x-іміз 66-ға тен. Енді 66-ға 64-ті қоссақ 130 шыға ма? Тексеріп алайық, тен болады 130 шығып тұрға, тексердік. Енді мынау y-ті анықтау үшін 130-ға қанша? 128 қосамыз. Неге? Өйткені 64-ті 2-ге өтсек 128 ғой, немесе 2-нің 7 дәрежесі деп көрсетіп қойдым сіздерге. Сонда y-тен болады 130-ға, мына тұрған 130-ға қостық 128-ді. Тен болады екен 258. Әрі қарай, бізге табу керек y минус x-ті. Мұны тұр, y минус x-ті тап деп тұр. Сонда 258 азайтылған 66. Мұны y дегеніміз 258, x дегеніміз 66. Екеуін азайтқан кезде бізде шығады екен 192 шығады. Яғни бізде жауабы нұсқасы А болады. Үшіншісі, Марат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды. Көк, жасыл, қызыл, қара және сары. Онда 29-шы машинаның түсін анықтаңыз. Енді қараңыздар. Марат машиналарды белгілі бір ретпен бояған. Біріншісі көк кеткен, одан кейін жасыл, содан соң қызыл түс, одан кейін қара түс, қара және де сары түс. Енді қараңыздар, 29-шы машинаның түсін анықтау үшін біз не істейміз? Мынау бізде неше сан берілген, неше түс берілген, қараймыз, бізде 5 түс берілген. Яғни 5 машина сайын бұл қайталанып отқан. Бізде бірінші сабақта айттық қой, осындай қайталанып отырған сандардың нешінші санға түске сәйкес керек екен білу үшін 29-ды біз 5-ке бөлеміз. Сонда 5-тен береміз 25, бағандап бөлгенде 4 қалдық қалады. 4 қалдық дегеніміз, яғни бізде 4 қалдыққа бізде 4-ші машина қара түс сәйкес келіп тұр. Сонда 29-ды 5-ке бөліп аламыз. Сонда бізде қараймыз, 25-ші машина сары түс болады, 26-шы көк, 27 жасыл, 28 қызыл, 29-шы қара түс болады екен. Жауабы қара болады. Төртіншісі, жарқын әрбір саны үшіншіден бастап, оның алдыңғы 2 санының қосындысы болатындай етіп, сандар тізбегін жазды. Үшіншіден бастап жазды, алдыңғы 2 санның қосындысы, яғни үшінші сан тен болады 1 мен 2-нің қосындысы.
Сандар тізбегін жазды. Тізбектің 4-ші мүшесі 6-ға тең, ал 6-шы мүшесі 15-ке тең. Сан тізбегінің 7-ші мүшесі нешеге тең? Осыдан бізге білуге болады, санда бізде 7 тізбек бар екен, я? 3, 4, 5, 6, 7. Яғни бізде 7 мүшесі бар екен білдік. Және де бұл жерде қалай болады? Бізге беріліп тұр 4-ші мүшесі мен 6-шы мүшесі беріліп тұр. Яғни 6-шы мүшесі қаншаға тең? 15-ке тең, 4-ші мүшесі 6-ға тең. Және де айтады, мынау 3-ші ғой, 3-ші мүшесінен бастап дейді, алдыңғы екі санның қосындысына тең болады дейді. Сонда мына 3-ші мүшесін 4-ші мүшесіне қосқан кезде, мына 5-ші мүше шығады екен. Дұрыс па? Ал егер мынау 4-ке мына 5-ті қоссақ қанша шығады? Мынау 6-шы мүшесі шығады. Енді 15 шығу үшін мынау не істейміз? 4-ке 5-ті қосайық. 6-ға мына жерге неше қосқанда 15 шығады? 9 ғой. Демек, мына жерде 5-ші мүше 9 болып тұр. Енді 7-ші мүшесін анықтау үшін не істейміз? 9-ға 15-ті қосамыз, ол бізде 24. Бізге 7-ші мүшесін тап деп тұр, оның жауабы 24 болады екен. 5-ші есеп. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан, яғни тізбек беріліп тұр. Онда заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнындағы санды тап дейді мынаны. Енді қараймыз. 28-ден 37 шығу үшін бізде 9-ды қосқан екен. Ары қарай 37-ден 34 шығу үшін бізде не істеген? 3-ті азайтқан екен. Сонда 34-ден 41 шығу үшін бізге қанша қосқан? 7-ні қосқан. Яғни бізде қарап тұрсаңыз, біресе қосқан, біресе азайтқан. Бұндай қосу, азайту екі таңба қайталанса, бізде онда біз қазір сіздерге жазып көрсетем, былай жазып алу керекпіз. 37, 34, 41, 39, 44, сұрақ және де 46. Мына жерде қараңыздар. Қазір мен түсін өзгертемін. Мына жерде 28-ден 37 шығу үшін бізге 9-ды қосамыз. Енді 37-ден 34 шығу үшін 3-ті азайтамыз. 34-ден 41 шығу үшін 7-ні қосамыз. 41-ден 39 шығу үшін 2-ні азайтамыз. 39-дан 44 шығу үшін не істейміз? Бұл жерге 5-ті қосамыз. Енді ары қарай 44-ден келесі санды азайту алу үшін біз мына жерде не істейміз? Азайтамыз 1-ді. 1-ді азайтамыз ғой. Сонда бұл жерде қанша шығу керек? 43 шығу керек. 43 шығады. Және де 43-ке біз қосады екенбіз. Қаншаны қосамыз? Мына жерде 3-ті қосамыз. Сол кезде бізде 46 шығады. Сонда біз іздеп отқан санымыз қанша болады? 43. Тағы түсіндіріп кетейін. Қараймыз. 9-да қосу керек. Сосын мына жерде 7 қосу керек, 5 қосу керек. Демек бұл жерде тақ сандар кему ретімен орналасып тұр. Ал бөлімде -3, -2, -1 деген сандар біз алдық. -3-тен кейін -2, одан кейін кеміп отыр, -1-ді алдық. Сонда бізде жауабы 43-ке тең болады. 6-шы есеп. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Енді қараймыз. Мына жерде 12 4 бұрышты тұр, 8 тұр. Сол кезде бізде 6, 4, 4 тұр екен. Соң қараймыз. Так, бұл қандай заңдылық екен? Қарап шығамыз. 6 шығу үшін 12-ні біз 2-ке бөлу керекпіз ғой, сода 6 шығып тұр. 8 шығу үшін 8-ді 2-ке бөлеміз, 4 шығып тұр. Демек, бізде не істедік? 2-ге бөлдік. Енді ортасындағы санды білу үшін 12-ден 8-ді азайтайықшы, 4 шығады. Дұрыс па? Енді келесіге тексеріп көрейік осыны. 18-ді 2-ке бөлеміз, 9 шығады, дұрыс. 12-ні 2-ке бөлеміз, 6 шығады, дұрыс. 18-ден 12-ні азайтамыз, 6. Дұрыс, я біздің заңдылықты анықтау жолымыз. Енді 16-ны 2-ке бөлеміз, 8. Сосын не істейміз? 6-ны 2-ке бөлеміз, 3. Мына жерде орындар ауысып кеткен. Негізі мына жерде бізде ортасында 10 тұру керек, және де мына жерде 3 тұру керек. Сонда 3. 16-дан 6-ны азайтқанда 10 шығады. Демек, мұнда 12-ні 2-ке бөлеміз, бізде 6 болады. 10-ды 2-ке бөлеміз, 5 болады. 12-ден 10 азайтамыз, 2 болады. Сонда бізде заңдылықтар 6, 2, 5. Яғни ол бізде жауап Е болады. 7-ші есеп. Бізде тізбек берілген, сан тізбегі берілген, келесі санды тап дейді. 8, 23, 48, 83, 128. Яғни бұл тізбек не істеген? Артып отыр, я? 8-ден 23 шығу үшін бізге қанша? 15 қосып отыр. 23-тен 48 азайту үшін бізге 25 қосылып отыр.
48-ден 83 шығу үшін бізге қанша 35 қосылып отыр екен, е? 35-тен 128 шығу үшін 45 қосылып отыр ма? Жазайық 45 деп, қосып көрейік, 128 дұрыс, е? Енді келесі қараш, 15, 25, 35, 45, келесі бізде 55 болу керек. Плюс 55. Сонда 128-ге 55-ті қосайық, қазір қосып есептеп шығарып көрсек, бізде шығады екен 3 болады. Так, 7 ойдағымен 8, 183. Ондай жауап бар, жауабы Д болады. 8-ші есеп. Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан, және бізде белгісіз А, Б деген сандар бар, әріптер бар. Дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Так, тұжырымды анықтау үшін А мен Б-ның мәнін тауып алу керек. Так, 16-тан 8 шығу үшін не істейміз? 16-ны 2-ке бөлдік. Сонда 8 шықты. 8-ді 3-ке көбейттік, 24 шықты. Енді нәрсе біз бөлеміз ғой, 24-ті 2-ке бөлсек, бізде қанша нәрсе 12 шығу керек. 12-ні 3-ке көбейтсек, бізде 36 шығу керек. Шығып тұр, е? 36-ны 2-ке бөлсек, бізде қанша шығады? 18 шығып тұр. 18-ді 3-ке көбейтсек, бізде шығады екен 54. Сонда А деген әріптің тұсында бізде 12 деген сан бар. Б деген әріпте бізде бар 54 деген сан бар. Енді дұрыс тұжырымды анықтайық. 4А үлкен Б-дан дейді. 4А деп тұрғанымыз 4-ті 12-ке көбейтеміз. Бірінші нәрге жазайын, 4-ті 12-ке көбейтеміз, ол артық 54-тен дейді. Енді 4-ті 12-ке көбейтсек 48 ғой, ол 54-тен артық бола ала ма? Бола алмайды, бұл жауап қате. Б-ға қарайық. А-ға 42 қоссаң Б-ға тең дейді. 12-ге қосайық 42-ні тең болады 54 деп айтып тұр. Енді мына жерде қанша шығады? Екен қосқан кезде 54 тең 54. Демек бізде не болады? Б жауабы дұрыс болып тұр. Келесі тұжырымды қарай салайық енді. Б-ның орнына 54 қойсақ, 54 тең 54. Сонда дұрыс тұжырым Б бізде 54 шығып тұр ғой, сонда 54 тең болады 54. Бұл жауапта бізде дұрыс. Келесі 2А артық 30-дан дейді. 2А деп тұрғанымыз 2 көбейтілген 12 артық 30-дан. Артық емес қой, бұл қате тұжырым. Дұрыс емес. Б бөлу 9 тең 6 дейді. Б дегеніміз 54-ті 9-ға бөлеміз, тең болады 6-ға. Сонда 6 тең 6-ға. Бұл жерде бізде 3 дұрыс жауап тұр. Бұл тестті мен өзім алғам жауаптарын. Сіздерге әдейі тесттің нұсқаларымен дұрыс жұмыс істеу үшін алғам. Осы кезде бізде қараңыздар, сонда осындай заңдылық болса, А-ның Б-ның орнына осылай қойып есептеп шығарады екенбіз. Келесі, осымен сабағымыз бітті, аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.